Баршаңызға сәлем. Біздің кезекті тақырып to have. Бұл бар болу деген мағынаны білдіреді. Яғни, менде мына зат бар деген кезде қолданамыз. Әдеттегідей есімдіктерімізді жазып алдық. Яғни I, you, we, they, he, she. Енді to have сөзін тіркестіру арқылы біз сөйлем құрайтын боламыз. Байқап тұрсаңыздар, he және sheге біз has жалғадық. Себебі he және she үшінші жақта жекеше түрде қолданғандықтан біз have емес has жалғайтын боламыз. Ереже бойынша. Менде бар сөзіне кез келген мысал алайық. Мысалы, a pen. Pen дегеніміз бізде ручка деп аударылады. I have a pen болатын болса, менде ручка бар деп аударылады. You have a pen, сенде ручка бар. We have pens, бізде ручкалар бар. They have pens, оларда ручкалар бар. She has a pen, ол балада ручка бар. She has a pen, ол қызда ручка бар. Дәл осы реттілікпен біз болымды сөйлемді жасаймыз. Ал болымсыз сөйлемге келетін болсақ, бұл жерде көмекші етістік болмағандықтан бізде көмекші етістіктер көмекке келеді. Себебі have дегеніміз бір өзі тұрып, бар болу деген мағынаны білдіреді. Сол себептен бұл бізде көмекші етістікке жатпайды. Сонда бізге I, you, we, theyге don't, ал he мен sheге doesn't көмекші етістіктері келеді. Сонда менде ручка жоқ деп айту үшін I don't have a pen деп айтамыз. Ал ол балада ручка жоқ деп айтатын болсақ, he doesn't have a pen. Яғни has бізде haveге айналып кетеді. Себебі бұл жерде біз doesn't көмекші етістігін қолданып тұрмыз. Сонымен, енді біз сөйлемнің сұраулы түріне келейік. Ол кезде бізде бәрімізге белгілі do және does көмекші етістіктері сөйлемнің алдына шығарылады. Сонда менде ручка бар ма деп сұрайтын болсақ, do I have a pen? Сенде ручка бар ма? Do you have a pen? Егер ол балада ручка бар ма деп сұрайтын болсақ, does he have a pen? Ол қызда ручка бар ма? Does she have a pen? Яғни has ол бізде тек қана болымды сөйлемде, ал болымсыз және сұраулы сөйлем кезінде, яғни does бен doesn't қолданған кезде бізде have қолданылады. Сонымен тағы бір мысал алайық. Менде сөмке бар, себебі мен кеше сатып алдым. Бұл жерде менде сөмке бар деген сөйлем to have бен қолданылады. Мен кеше сатып алдым десек, бұл бізде өткен сабақта past simple. Сонымен менде сөмке бар. I have a bag. Себебі because мен кеше сатып алдым. I bought yesterday. Яғни біз кез келген күрделі сөйлемдерді де аудара аламыз. Яғни бірінші сөйлемі to have бен, ал екінші сөйлемі past simple не болмаса perfect шақтарында тұруы мүмкін. Мысалы, менде сөмке бар, мен оны қазір ғана сатып алдым деген сияқты кездерде де біз осы have сөзін қолданамыз. Және менің достарым көп деп айтқымыз келсе, I have a lot of friends деп айтсақ болады. Сонымен сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, goodbye!